Сәлеметсіздер ме? Мен бүгін сіздерге өзімнің ауламдағы табиғат аясындағы пайдалы кеңестерді айтқым келіп отыр. Мынау мысалы аққайың. Аққайыңды білесіздер. Аққайың әдеміліктің символы. Бұл аққайыңды әдемі болу үшін көп пайдаланады. Аққайыңның мысалы жапырағын, болмаса мынандай қабығы бар ғой, мінекей. Мынандай қабығын жинап алып, қайнатып, беттеріңізді жууға болады. Беттеріңізге жуса, өте бетіңізді жаңағы бөрткендері кетіп, құрғаған беттер болса, жаңағы нәр беріп, сондай жақсы күйге апарады. Және мына жапырақтары. Мінекей жапырақтарын көрдіңіз ба? Осы жапырақтарын қазір жаз айында, мысалы жапырақтарын жұлып алып, қайнатып, лосьонның керек жоқ. Мына жапырақты қайнатып, тұндырып алып, бетіңізді күнделікті жуа беріңіз. Және мына аққайыңның қабығында жуа беріңіз. Ал енді аққайыңның бұл әдеміліктен бөлек, біз бұл аққайыңда мынандай үйдегі жолдасым аққайыңның соғын алады, мына сөлін алады. Аққайың мына жерге мінекей кәдімгі системаларды алып қояды да, мына қайыңға сұғып, мына көктемдегі алған жаңағы еңбек қой, мынау көктемдегі еңбегіміз, содан қалып қалған, әдейі қойып қойған. Мынандай баклажка қойып қояды да, біреуін мына жаққа қайыңға тығады, бір басын баклажканың ішіне салып қояды. Сонда мысалы таң атқанша мына 5 литрлік 2 күнде толады. Көктемде егер сіз аққайыңды жақсы уақытысымен суғарып, жақсы күтімі болатын болса, 2 күнге жетпей мына 5 литр сок дайын сізге. Аққайыңның сөлі. Бұл аққайыңның сөлі табиғи түрде, ештеңке шекерде ештеңке қоспайсыз, тәтті қоспайсыз, аласыз да іше бересіз. Өте тәтті болады. Бұл бүйрекке пайдалы. Жалпы адам организміне пайдалы. Әсіресе бүйректе жаңағы мочегон етеді, бүйректі тазалайды, емдейді, емдік қасиеті мол. Және мына бүйрекке мына жапырағын бетпен бірге бүйрекке де жаңағы қайнатып ішуге болады. Қазір мысалы сөлі жоқ кез ғой. Сөлі жоқ, мына көктемнен қалған нәрсе. Сөлі жоқ кезінде мына жапырағын алыңыз да, қайнатыңыз да, мына несімен, қабығымен қосып, қайнатып, күнделікті 200 граммнан ішсеңіз, сіздің бүйрегіңіз ауырмайды. Өте бүйрекке пайдалы.